Дауысыңды естіп сөйлескім келіп, мен ойлаймын сен бір потолокқа қарап жатқан шығар деп. Ойбай, ондай жоқ қой. А, иә. Кешеде қонақ келді ма, кешедіңіздер? Иә, үйде болдық қой. Достарыңыз келді ма? Иә, үйде болдық. Сен өзің үй ішің аман ба? Аман. М, Қазір. Бізде суық болып тұр күн деген Атырауда. Байпақ киіп жүретіндей прям. Ойбай, нафиг. Иә, байпақ киіп жүретіндей болып жатыр. Білмеймін, ауылдағы малды уайымдап отырмын бір жағынан. Неге? Енді күн суықта не болады, ығып кете ма бір жағынан деп. Иә, наурызға дейін шыдаса жақсы болар еді. Наурызға дейін жетсе әйтеуір шөпке ауызданып кетеді ғой әйтеуір. Жаңа жылды қалай қарсы алдыңдар? Үйде болдық, тамақ жеп жаттық. Иә. Бұл Атырау тайғақ. Жол машина айдамай жүрмін. Шықсам тайғақ, қорқам. Сол баяғы тірлік қой біз, қазы, ыстау. Қазыларың бар ма сендерде? Қазір жоқ. Бітті ма қазылар? Ысталған қазы бар, бар. Піскен қазы ма, ол беш. Иә. Сол таяқ болсын, машина айдамай. Машина үйде тұр. Сол. Иә, сол. Не ма, бір таныс емшілер жоқ па? Емші? Не, бір түрлі болып отырсың, не қызық сөйлесің? Білмеймін. Жүрегім шаншып. Емшіге қарау керек болды, болмаса құмалақ аштырған ба? Жүрегім сары жапырақпен егем дейді. Ой, қызым ай. Ладно, жақсы. Мереке қалай, жақсы өтіп отыр ма? Не өтсіңіздер? Мереке қалай, жақсы өтіп отыр ма деймін? Иә, жақсы өтті. Болды ғой. Негізі әрбір үйде мысық болу керек дейді негізінде. Мысық болу керек. Үйде туаменен әлі Жоқ. Иә, магазинде ашылмай жатыр құрсын. Иә. Жоқ. Проблема айтып кетті. Білмеймін. Жоқ. Катя апа бар емес пе? Біздің көшеде Катя апа.